оған короче тамақ салып жейміз. Мына жерге мынандай ойбай кетейік. Қоймаймын достар, сіздермен бірге мен Рома және бүгінгі видеода біз прикиньте өзіміздің скинімізден, короче мен өзімнің скинімнен үй жасайтын боламын. Иә, бұл видео өте қызықты болатын болады және модпен болатын болады. Мен өзім үйім жасап қойған болатынмын. Міне ол алдарыңызда, короче, артымда менің. Енді біз бұның үшін әдемілеп, короче, мынандай бөлме қылатын боламыз, әдемілейтін боламыз, короче. Ал сендерге видео ұнаса, короче, модтарды көрсетіп шығайын. Міне мебельға мод. Осы заттармен біз өзіміздің үйімізді әдемілейтін боламыз. Мен енді инвентарға кіргенде кішкене қатат модтардың кесірінен заттар өте көп. Сондықтан ал мен бұл модтың ссылкасын қалдырып кете алмаймын. Ойбай, кішкене ауырып тұрмын. Модтың ссылкасын қалдырып кете алмаймын. YouTube'ның заңдары бойынша өздеріңіз тауып өткізіп алсаңыздар болады. Ал енді өзіміздің видеомызға кеттік және видео 2-3 күн шықпай кеткеніне кешірім сұраймын. Енді видеоны шығарып тұратын боламын. Табиғаты өте әдемі жерден шықтық. Именно ауылдан көшіп кетіп, мынандай нуптан кетіп қалдым, бай нуптан. Именаның ішін кішкене болсын жасап қойдым. Міне мынандай есік, аяқ жағынан кіреміз. И бұл бізде бірінші этаж, бірақ бірінші этажда пока что түк қоймаймын. Мына бізде лестница, енді мен қалай істейтінін білмедім да. Осындай лестница қоя салдым, ой, кішкене қатып кетті менде. Осындай лестница қоя салдым. Мән бермеймін, жөндей салам. Так. Міне мына лестницаны алып жөндей салайық. Енді видеода кішкене қатуы мүмкін, өйткені мына мод өте көп зат қосады. Сол себепті қатуы мүмкін. Міне осындай бірінші этаж, ана этаж санамағанда, мынау бірінші этаж. И мен қазір осындай өзім әдемілейтін боламын. Маған төсек керек. Так. Нақты заттар өте көп. Сондықтан табу қиын. Мен қазір мынаны алайын. Және мен өзімнің короче, мен пока штоға заттарды ала тұрдым. Уақытшаға. Мен онандай стол. Былайына қойсақшы. Ой, менде забаг алса. Ё-моё, дауыс немене? Былайына қойсақ, былайына нашеті бос тұрып қалады да. Сонда қалай қоямыз? Мен құртты. Мына мод. Короче, құрт жүрді мына жерін. Так, жөндей саламыз, еш нәрсе етпейді. Мынада о да. Иә, осыдан. Мына блокты алып қоя саламыз. Мен пока что былайына ойлап тұрмын, осылай қойып қойсақ. Мына шетке бір сурет қойсақ. Мына бірақтал сурет па еді? Иә, бірақтал екен. Ладно. Міне осылай қойып қойсақ. Енді мына криперді алайық. Сосын біз короче, криперді аламыз, сосын не аламыз? Мына жанатын заттарды алып көрейікші. Не бұл? Бір таяқшалар. Иә, мыналарды қойып көрейік, үстіге қарай. Оп, нормально тұрды. И біз мына криперді қоятын боламыз. Так, криперді қалай қойсам болады? Мына жерге қойайын ба? Жоқ, мына жерге. Мына алып тасташы. Ой, ё-моё. Мынаны алып тастау керек қой маған. Вот. Сынған әдемі сәткенде. Қиындау болып жатыр мына модпен разбираться етуге. Сондықтан мен кішкене қателесіп жатырмын. Мынаның үстіне қойылмай ма сонда зат? Отырып тұрып қойсақшы. Қойылмайды. Қойылмаса, онда бүйтейік біз. Мынаны деп сындырамыз да. Мына жерге фиолетовый блок қойып, оның үстіне қойып қоятын боламыз. И сосын бұндай қорқынышты ойыншықты алып тастаймыз. Өйткені ананың түрі забагы не. Короче, достар, мен мынаны қоятын болдым. Өйткені мынадан қарағанда әдемірек. Мынаның түрін қараңыздаршы, не болып қалған? Мына жағы жоқ, короче. Мынаның текстурасы құртылып кеткен.
мен мына жақта кайфпен отырып видео түсіресің да, мына суретке қарап тұрып деп қуып кеткенсің адам. Короче, енді мен стол заттар көрінбейді маған. Короче, міне мына столды, стөл ма, соны қоямыз и орындығымызды қоямыз. Және бұлар кәдімгі блок, еще инвентардан алынатын блок. Бұлар, ну, типа, моб емес, бір нәрсе емес, блок, бұлай отыруға да болады бұған. Короче, әдемі заттар. Мен енді қазір шырша қойғым келіп тұр. Жасыл шырша қойын, әйтпесе үйдің ішінде қар жауғандай болып тұрады ақ шыршадан. Сол себепті жасыл шырша жанында дейма бір нәрсе дейді ғой. Бұл жерге қоймай қойын. Шырша үлкен. Или бірінші этажға қойын ба мен бұл шыршаны? Давай сөйтіп көрем, может. Мына шетке қойсам. Тоже забагаться етіп қалады мындай блокты. Лестницаның несінде. Қайқа қойсақ болады, мынау симайды. Вот. Орны осылай. Енді кішкене текстурасы қуып тұр. Енді болады деген ойдамын. Енді біз бұны әдемілейміз, андай фиолетовый шарлармен, жұлдызбен, и фиолетовый гидрланд дейма, не дейді, атын білмеймін. Осылай әдемілейміз, бұлай жұлдызын тағамыз, сосын бұлай ойыншықтарын тағамыз. Міне, біздің елкамыз дайын. Біз енді өзіміздің бөлмемізді дайындай берсек болады. Сол бөлмемізді дайындайық. Так, мына жерде только орындық тұр, сондықтан пустой сияқты көрініп тұр маған. Не қойсақ болады? Так, егер фоновый дауыстарда. Короче, достар, келіп жеткен жаңа жылдарыңызбен. Мен жаңа тікен. Короче, мен аяққа подарка қоям деп шештім. Жаңа ерге қоймай қойын. Осылай екі подарка тұрса жетеді. Мен өз басыма прям екеуі артылып қалады. Біреуін өзі жетеді маған негізі. Сонда екеуі қоя салайын. Так, және менде ит жоқ, ондай мысық жоқ. Сол себепті ондай не қоймаймын, андай итке тамақ, су деген заттарды қоймаймын. Не қойсақ болады тағы? Аквариум қойайын ба мен? Білмеймін, пока что білмеймін. Мына столды негізі не істеймін ба дептім. Тағы бір стол қоям ба дептім қасына. Сөйтпесем мен ноутбугымды да қойым керек болады. Мына жерге ноутбук қойып қойын. И тарелка қойып қойын мына шетке. Мына жерге тарелка қойып қойын. Тарелка, қайда тарелка? Міне тұр бізде тарелка. Және енді не қойайын, мен портрет қойайын да. Так, тарелкамызды аламыз, мына жерге қоямыз. Оған, короче, тамақ салып жейміз. Мына жерге мынандай өбай кетей. Қоймайым мен мындай сурет. Қандай сурет қойсақ болады? Или терезе қойайын ба? Жаңа бір терезе көргем негізі мен. И сол терезені қойып көрейін. Так. Қайда кетіп қалады осы мен іздеген заттар? Керек емес кезінде шығып тұрады да, вот мына үстінде тұр екен ғой. Сосын мына заттардан пока что еш нәрсе керек емес. Бізден бірінші қалай тұратын көрейік. Нормально, осылайына қойып қоямыз мына шетке. И былай даланы қараймыз. Мына жақта бөгелі бар. И біз мына жерде жасадық. Ана жаққа қарай бір зат жасаймын ба, мына басына тоже жасайтын сияқтымын. Қызыл блок алып алайын мен. Қызыл блок алып алып, тағы не қойсақ болады? Білмейтін, мынау нан ба? Мынау нан. Тағы не бар? Негіз көп зат бар просто. Көп, өте көп зат бар. Наны қойып қойын мен ана отыратын жерме. И нан что-то қасы пустой болып тұр мына шеткеші. Бір зат қоюға болады бұлайына. Так. Не қойсам болады оның орнына? Так, ескерту, достар. Жаңа жылға шейін маған 350 подписчик жинап беріңіздер. Өтініш, сіздерге 350 подписчикке жетсек, көп сұрамайым, 20 подписчик алдым. 30 подписчикті жинап тастадыңыздар. Айтпақшы, холодильник қоймайым ба мен? Холодильник қойайын,
осыны рафина ойын андай бет қолын жуып таңертең тұрғанда сондай не холодильник қоймын мына жерге былай ашып ішіне тамақ салып қоятындай дегендей мына жерге короче ыдыс аяқ бүгін жуамыз. Су ағады екен намотта, короче звуктары да бар екен. Ана холодильник ашылу керек вроде. И чайник бар екен прикиньте. Чайниктің түрін көрейін мен, для интереса просто. И не бар тағы? О, кітаптар бар екен. Или мен ана басты кітапхана алып жіберейін ба? Ең басында ми кітап. Негіз жақсы идея, басында жазу кітаптар толып тұрады, миың көп болады, миыңда заттар көп болады, короче. Тоқтам, мына кітапхана, мынау кітаптар. Мынау кітаптардың текстурасы кішкене қуып кетіпті. Так, ладно, шайник. Шайникті біз қоймай қояйық, Шайникті қоймай қояйық. Не қойсақ болады? Білмеймін, мен аяқта миымы ашып шатасып жатырмын. Не мынау штор ма? Штор. Опа, ана. Мынау вот что-то интересный зат. Вроде есік мынау да, вроде. Вроде есік та. Что-то есік сияқты. Есік, достар, прикиньте, мынау есік, значит, осы есікті даладағы есікке қоюымыз керек. Сол кезде әдемі болады. Мен мына жерін байқамай сындырып алдым. Пока жоқ болған соң. Да, міне әдемі есік. Маған ұнады. Осы есікті қойып қоям. Және болды ғой деймін, вроде. Мына басын өзім істеп алам, кейін видеоға түсірмей. Әйтпесе видео менде ұзақ болып кетті. Міне мен өзім осындай әдемі қылып жасадым. Мына жерде мен отырам, ұйықтаймын. Короче, сендермен бірге болады мен. Сендермен бірге болады мен, Рома. Амандықта жүздескенше 350 подписчикке жеткізіп тастаңдар, давайте.